Айдананың қуыршағы 15-ші бөлім. Айдананың әкесі сол күннен бастап үлкен зерттеу жұмысын қолға алды. Зерттеу жұмысының жоспарын қызының түсінде көрген оқиғасы бойынша құрды. Ақыр соңында өзі де табиғат жанашырына айналды. Ол бір күні ғажайып география каналынан мынадай хабар таратты. Мен соңғы 10 жылда інжу тасын зерттеп келемін. Інжу тасы қанша жерден қымбат, бағалы зат болса да, оның өмір сүру уақыты бар. Ең жақсы күтілген інжудің өзі 200 жылда құнын жойып, сапасы бұзыла бастайды деп, оны ғылыми түрде дәлелдеп берді. Бұл баяндама көп тілге аударылып, дүниежүзіне таралып кетті. Сол уақытта әлемнің түкпір-түкпірінде отырып хабарды көрген кей адамдардың басынан мынадай қызықты оқиғалар өтті. Оны да айтайық. Хабардан кейін жақында ғана қымбат бағаға қылдырықтай мойнына 3 орап тағатын әппақ інжу тастарын сатып алған бір сылқым бөлмесіне жүгіріп кіріп, моншағын айналдыра қарай бастады. Ештеңе таппаған соң лупамен қайта қарады. Қарап тұрып, орындыққа сылқ етіп отыра кетті. Жүрек тұсы шаншып кетті. Беті ду етіп тісін қышырлатты. Ол тізілген інжу тасының бірінің жіп өтер ойығынан сәл шытынаған сызықты байқап қалған еді. Бірер сағаттан соң бұл бикеш інжу сатып алған дүкенінің ішінде шу шығарып, бағана өзі көрген сынықты таба алмай дауласып тұрды. Ал екінші бір жерде басқа оқиға орын алды. Ол бір адамның еріккен ерке қызы еді. Хабарды көріп алып, әкесіне жүгіріп барып, «Әке, мына моншақтың ішіндегі паразитті көремін» деді. «Ойбай, оны кім айтып жүр саған?» деді әкесі. Жаңа теледидардан көрсетті. «Мына тастың ішінде паразит бар екен» деп еркеледі қызы. «Қай канал?» «Ғажайып география». Әкесі дереу телефонға жармасты. Бұйрық беріп қалған әдетімен, «Анау ғажайып география деген каналды дереу жабыңдар. Менің қызыма не айтып жүр өзі?» деді. Ерке қыз каналды жапқанға тоқтасын ба? Бөлмесіне барып, тізілген аппақ ақ маржандарды бірінен кейін бірін балталап, ұнталып кеткен моншақ ішінен паразит таба алмай әуреге түсті. Ал енді мына бір оқиға тіпті қызық. Ақ басты салбыраған шандыр бет кісі ыңыранып қойып, пультті басып теледидарды қосқаны сол еді. Ар жағынан Айдананың әкесі інжу туралы зерттеу жұмысын түрлі дәлелдермен айта бастады. Айтқан сайын ақ бас теледидарға кіріп кетердей үңілді. Үңілген сайын тыпыршып барады. Аппақ беті қызарып, алқызыл түске айналды. Хабар біту бойына орнынан тәлтіректеп тұрды да, сылқ етіп қайта отыра кетті. Жүрегін уқалады. Кеуде қалтасынан бір дәріні алып, сорып жеп өз-өзіне келді де, дереу орнынан тұрып, машинасын шақырып, асығыс шығып кетті. Машинаға отырып жатыр, «Банкке» деді. Өзі банкке жеткенше тағатсыздана шыдай алмай келеді. Жүргізушісі айнадан әлем тапырық түр әлпетін көріп, «Бұл кісіге не болып қалды екен? Жаңа ғана жайбарақат отыр еді» деп ойлап келеді. Банкке кіру бойына жертеледегі ұяшықты ашыңдар деп бұйырды. Банк қызметкері ұяшықты ашып, ішіндегі жәшікті әкеліп беріп, кілтті қолына ұстатып, аппақ ақ бөлмеге клиентін жалғыз қалдырып шығып кетті. Бөлме қандай ақ болса, одан да ақ жәшікті сипалай біраз отырған ақ бас кісі көзін жұмып, дұғасын қайта қайталап, жәшікті ашты. Ашты да басы, қолы, аяғы, жалпы бар денесі қалтырап дірілдеп, опырыла құлаған теректей омырыла құлап түсті. Гүрс еткен қатты дауысты естіп, есік алдында тұрған кезекші жүгіріп кірді. Дереу көмекке адамдар шақырып, өзі ақ бас клиентін тұрғызуға ұмтылды. Айнала шуылдаған адамдарға толып кетті. Аспанға қарап жатқан ақ бас шалдың көз алдынан бума-бума доллар өтіп жатты. Бума-бума долларын қимаған күйі көзін жұмды. Шудың соңын ала келген банк басшысы құлап жатқан адамға назар салып қарамастан үстел үстіндегі ақ жәшікке үңілді. Үңілді де бірдеңеден шошып кеткен адамдай
басын тартып ала қойды. Ақ жәшік ішінде шытынап, мыңға бөлінген адам басындай ақ інжу әк тасқа айналып жатыр еді. 15 бөлімнің соңы, жалғасы бар.